неге кейбір өсімдіктер тек қана көктемде гүлдейді де күзде гүлдемейді? А неге кейбір өсімдіктер күзде гүлдейді? Неге кейбір өсімдіктер жазда ғана гүлдейді мысалы? Қайдан біледі да бүгін қазір қыс, қазір көктем болды, қазір жаз болды, қазір күз болды деп қайдан біледі? Оларда фотопериодизмді анықтайтын механизм бар. Яғни фотопериодизм деген жарықтың периодтары деген сөз. Сөйтіп ұзақ күн өсімдік және қысқа күн өсімдік болып бөлінеді. Мысалы, ұзақ күн өсімдіктер, қысқа күн өсімдіктер бар. Ұзақ күн өсімдіктері жаздың басында гүлдейді, күзге дейін пісіп жетіледі, уже күзде пісіп жетіліп қалады. Қоңыржай, полярлы ендіктерде таралған, ошаған, қара бидай, бидай, сұлы кіреді. Бұны жазып алыңыздар. Ұзақ күн деген, қараңыздар, міне. Мынау күннің ортасы, көрдіңіздер ме? Мына линияны. Егер осы линиядан күн асса, өсімдік гүлдейді. Ұзақ күн өсімдік. Егер күн қысқа болса, өсімдік гүлдемейді. Бірақ эксперимент ретінде адамдар осылай жасап көрген. Қысқа күн кезде, мына жарық аз келеді ғой өсімдікке, ол жарықты анықтап отырады екен постоянно. Қарайды, күн қысқа, мен әлі гүлдемеуім керек дейді, отыра береді. Бірақ түнде осына неден кейін, бір жарты күннен кейін түнге қарай, кешке қарай дополнительно свет қоссан, арағашық қосып свет қоссан, олар гүлдей бастайды. Осы арқылы адамдар түсінген, что өсімдіктер күн сәулесін, яғни светті анықтай алатын бір механизмдері бар екен, бір гормондары бар екен. Осыны фотопериодизм дейді. Яғни көрдіңіздер ме? Тек қана ұзақ күнде өсетін өсімдік, күн қысқа болса өспейді. Көрдіңіздер ме? Мына линияға жетпей тұр. Ал егер ол өсімдікті мен теплицада өсіргім келеді, например, қыста да өсіргім келеді десем, оған мысалы күндіз күн ретінде қабылдайды. Сосын кешке қарай мен оған арасында осындай свет қосып тұрам, көрдіңіздер ме? Свет қосам. Чтобы мыналардың барлығы қосылып ұзақ күн болу үшін. Түсіндіре алдым ба? То есть кешке қарай свет қосам да, мына өсімдік күн ұзарған сияқты деп ойлайды да гүлдей бастайды. То есть олар білмейді қазір қыс, қазір күз, қазір көктем, жаз екен білмейді. Мына күн сәулесінің ұзақтығына қарай ғана өседі. Қысқа күн дәл солай. Жаздың соңында гүлдейді, субтропика жақын таралған астра бақыт гүл мысалы. Күн ұзын болса гүлдемейді, көрдіңіздер ме? Күн қысқа болса гүлдейді. Оларға дәл солай істесем, қысқа күні, міне, көрдіңіздер ме? Жарты күн свет бар, сол кезде ғана гүлдейді. Бірақ мен оларға былай жасасам, мыналарға сияқты жасасам, ұзақ күн өсімдікке сияқты жасайтын болсам, ол гүлдемей қалады. Көрдіңіздер ме? Себебі күн сәулесі ұзақ болып кетті ол үшін. Ол ойлайды, әлі уақыт келген жоқ, мен гүлдемеуім керек дейді де отыра береді. Түсіндіре алдым ба? Яғни өсімдіктердің осылай жарықты қабылдау қасиеті фотопериодизм деп аталады. Ұзақ күн, қысқа күнді сіздер жаттап алыңыздар міндетті түрде.